Әл-Бақара сүресі 161-177 аяттар. Ақиқатын айтар болсақ, күйкі тіршіліктері күпірлікпен өтіп, кәпір күйінде өлгендерге Алланың, оның періштелерінің және барша адамдардың лағынеті бар. Олар мәңгілік қарғыста. Ондайларға арналған азаптар жеңілдемейді, мерзімі де қысқартылмайды, ешқандай кешірім де жасалмайды. Тәңірлерің бір ғана Тәңір, мейірімді де рахымды Алладан басқа құдай жоқ. Ақиқатына келер болсақ, көктер мен жердің жаратылысында, түн мен күндіздің алмасуында, адамдарға пайдасын тигізіп, теңізде жүзген кемелер, Алланың аспаннан жауын жауғызып, өлі жерді қайта тірілтуінде және оның бетінен барлық жануарларды таратуында, аспан мен жердің арасында есіп жүрген желді өзіне бағындыруында, өзіне бағынышты бұлттарды жүргізуінде саналы қауым үшін белгілер бар. Адамдардың ішінде Алладан өзгені тәңір тұтып, оларды дәл мұсылмандардың Алланы сүйгеніндей жақсы көретіндері бар. Алайда иман келтіргендер Алланы ерекше күйде сүйеді. Жазалауға келгенде Алланың аса құдіретті және қаһарының өте сұрапыл екеніне имансыз пенделерге жазаланар сәтін ғана көздері жетеді. Ол қиямет күні теріс жолға бастаушылар өздерінің соңынан ілескендерден безеді. Олардың араларындағы қарым-қатынастары күрт үзіледі. Шіркін-ай, егер де өмірге қайта оралар болсақ, әлгі бізді тура жолдан адастырып, енді бізден қашқан залымдардан аулақ жүрер едік, деп ерушілер өкініште болады. Осылайша Алла олардың жасаған опасыз амалдарын өз көздеріне көрсетеді. Олар тозақ отынан шыға алмайды. Уа адамдар, жер бетіндегі адал, халал, пайдалы нәрселермен қоректеніңдер. Шайтанның соңына ермеңдер. Оның сендерге дұшпан екені анық. Ол, шайтан, сендерді жаманшылыққа, арсыздыққа және өздерің анық білмейтін істер жөнінде Аллаға қарсы сөйлеуге шақырады. Оларға Мекке мүшриктеріне Алла түсірген Құран жолымен жүріңдер делінсе, олар жоқ, біз ата-бабаларымыздың жолынан таймаймыз дейді. Ал егерде ата-бабалары еш нәрсені білмейтін, түсінбейтін және ақиқатты ажырата алмайтын адамдар болса да, адасып соңынан кете бермек пе? Сенің кәпірлер қауымын үгіттемек болғаның, уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Айқайлаған дауысты естігенмен, ақиқатты айтсаң естімейтін, шындықты нұсқасаң көрмейтін, тура сөзді сөйлемейтін малдарға айтқанмен бірдей. Олар саңырау, мылқау, соқыр. Олардың еш нәрсені ұқпайтыны да сондықтан. Уа мүминдер, өздеріңе ризық етіп берілген халал, таза тағамдармен ғана қоректеніңдер. Аллаға ғана табынар болсаңдар, оның сендерге бұйырған нәсіптеріне шүкіршілік етіңдер. Ол жаратқан иеміз сендерге өлексені, ағып шыққан қанды, доңыз етін және Алладан өзгенің есімімен айтылған сойылған жануарлардың етін харам қылды. Ал кімде-кім зәруліктен әуестенбей және шектен шықпай ғана жеуге мәжбүр болса, онда оған күнә жазылмайды. Ақиқатында Алла кешірімді де рахымды. Алланың түсірген кітабындағы халыққа арналған ақиқаттарды жасыратындардың және оны арзымас құнға сататындардың ішкен жегендері іштеріне от болып түседі. Қиямет күні Алла олармен сөйлеспейді. Олардың күнәлары да кешірілмейді. Олар жан ауыртатын азаптарға душар болады. Олар тура жолдың орны адасуды, кешірім орны азапты айырбастап күнәні сатып алғандар. Тозақ отынан шыдауға дайын ба екен өздері? Өйткені Алланың түсірген кітабы ақиқат. Ол сол қасиетті кітап жөнінде кереғар пікір айтқандар еш бітірмес қайшылықта қалады. Имандылық, ізгілік секілді қасиеттер сендердің жүздеріңді күншығысқа немесе батысқа бұруларыңмен ғана шектеліп қоймайды. Аллаға, ақырет күніне, періштелерге, кітапқа және пайғамбарларға иман келтірсе, дүние байлықты жақсы көре тұра, туған туыстарына, жетімдерге, міскіндерге,
жолаушыға берсе, қол жайып сұрап келген мұқтаж пендеге көмектессе, құлдарды азат етуге жұмсаса, намазды толық өтесе, зекет берсе, берген уәдесіне берік болса, басына күн туғанда қиыншылыққа сабыр етсе, нағыз ізгілік. Міне сонда нағыз адал жандар, нағыз тақуалар сондай болады.